Ясин сүресі 2-ші сабақ. Кеше біз 1-ші аятты үйренген болатынбыз. Кәне бірге қайталайық. Ясин. Енді 2-ші аятты үйренеміз. Уәл, вау айтқан кезде жай ғана ерніміздің ұшынан уә демейміз, я? Ауаны қуатты итеріп еріннен шығарамыз. Уә итеріп кәдімгідей қуатты шықсын. Уәл, ләм, бұл жерде біз тәжвид ережесі бойынша қамария бар. Қамарияның ләм сукунмен келіп тұр. Сукунды қалқала сияқты орнынан қозғамаймыз. Уәл деген жоқ. Я? Уәл болды, сукунның үстінде тұрасыздар. Және ләмнің бейне сифаты бар. Яғни сукунның бар екенін көрсетіп, үстінде кішкене тұрасыздар. Біздің мысалы қазақ тіліндегі буын сияқты ғой, әр сукундардың үстінде буын сияқты тұрып екпін берсеңіздер, созбайтын әріптерді созып кету деген мәселе болмайды. Әр сукундардан екпін беріп отырыңыздар, я? Ал енді бәйне сифат болғандықтан, бәйне өз 5 әріптен тұрады, лин умар деп жаттап аламыз. Соның ішінде ләм әрпі бар. Уәл. Екінші қу. Енді қаф деген біздің қазақ тілдегі біздің қазақ тілде қ бар деп ойлаймыз, я? Бірақ біздің қазақ тілдегі қ дегенде ауа бар. Кәдімгі итересің қ деп, деп айтасың да. Бірақ араб тілінде бұл біздің қазақ тілдегі қ-ға оқсамайды. Тіліміздің ең соңғы түбіменен соңғы үстіңгі таңдайға жабысып тұрып, бүйтіп босатқан кездегі дыбыс араб тілінде осы қо дұрыс болады, я? Қу деп ауамен итермейміз. Қу, я? Және одан кейін келіп тұр ра. Ра бізде сукунмен келіп тұр. Бұл да бәйне сипаты бар. Сукунның бар екенін көрсетеміз. Бірақ сукун бар екенде біз бір ғана раны құр деп көп раны шығармаймыз. Раның бар ғой, қыздар, білесіздер ме? Бір ғана ра әрпінде 7 сифат бар. Ол жәһір сифаты бар. Ол тәкрир сифаты бар. Ол инхираф сифаты бар. Ол излақ, ол инфитах, ол истифәл, ол бәйния. Көрдіңіздер ме? Раның кәдімгідей ең көп сипат бар осы ра әрпі. 7 сипат бар, я? Сондықтан оқыған кезде, енді сипатты айтып бастарыңызды қатырмай қойын, не тәжвидмен арған жалғастыра берейік. Құр, раны жуан етіп оқимыз, және бір ғана ра шығарамыз. Құр демейміз, я? Уәл, құр, біреу ғана. Уәл, қу, бірақ ұр деп ернімізбен домалап қалмайды, ерніміз қайта орнына кеп қоямыз. Уәл, құр, әні. Мына жерде енді мәт бәдәл бар, қыздар. Мәт бәдәл. Мәт бәдәл дегеніміз екі хамзаның қатар келуі. Я, мәт деп айтпаймыз, тәжвид талдауда мәт бәдәл дейміз. Оны демейміз, жақташамыз. Уәл Қур'анил. Енді одан кейін тағы да бізде қамария келіп тұр. Орнынан қозғамаймыз. Нил, я? Хаки, төртке созамыз. Хаким деп тоқтаймыз. Ғұнналық сифатын кішкене көрсетіп тоқтаймыз. Төртке созамыз, мәті арид болады. Я? Және ешқандай да деп мұрынға жібермейміз. Көп шәкірттеріміз жаңағындай мұрынға кеткен өзі байқамайды. Я? Хаким деп мұрынға жібереді. Жоқ, ауыздан таза шығады. Хаким. Енді бірге оқиық. Уәл Қур'анил хаким. Уәл Қур'анил хаким. Жақсы, келесі 3-ші аятқа өтеміз. Иннәка, хамзаны, алиф хамзамен келгенде, хамзаны міндетті түрде ұрып, ұстап, қатты оқу керекпіз. Жай ғана емес. Ұрып айтамыз, я? Иннәка, енді нұн шәддәні біз барынша ұстаймыз. Харф ұнна мүшәдді. Нұн шәддә мен мим шәддәні ұстаңыздар, я? Әкмел ұнна, ұннаның ең жоғары дәрежесі. Ұстаңыздар, өтіп кетмеңіздер, иннәка деп өте салмаймыз. Иннәка. Енді кә дегенде де біздің қазақ тілдегі сияқты кә емес, я? Немесе к емес, кәдімгі
тілдің ортасы үстіңгі таңдайға жабысып босайды. Сол кездегі шыққан дыбыс дұрыс болады. Иннәкә. Иннәкә. Ләминәл. Лә жақташамыз. Ми. Онда и деп былай кәсірағада қатты ерінді қозғамаймыз. Лә, ни демейміз. Ашсақ жақташамыз, сүрсек түсіреміз. Ләми, ләминәл. Тағы да қамария. Сукун орнынан қозғамаймыз. Ләминәл муру. Тағы да бір ғана ра. Мур жуан. Сәлин. Сәли мұрынға жібермейміз. Сәлин. Бесіншісінде барып ын деп тоқтайсыздар, иә? Енді бірге оқимыз. Иннәкә ләминәл мурсәлин. Төртінші аят. Аля, аля, екіге созамыз. Енді айынды айтқан кезде қыздар қатты езіп айтпаймыз. Жағымыз ашылмаса, егер бұны айын езіліп қалады. Деп езіліп қалады. Жақташамыз. Еркін шығады. Аля, аля, аля деп езбейміз, иә? Немесе деп айтпаймыз. Жақташамыз жеңіл. Аля, лә. Екі алиф мөлшерінде созылады. Сой, енді сот қараңыздар. Бұл жерде сот әріпі жуан, иә, бірақ кәсірән жіңішке. Біз бұны сот жуан екен деп, кәсірәнді жуан береді шәкірттеріміз. Сойро деп айтады. Сой емес. Соттың жуан екені шындық, жуан әріп, қалың әріп екені. Бірақ кәсірәміз жіңішке. Сонда қалай болады? Сой, сой, и жіңішке. Ро екіге созамыз. Сойро, тойым. Енді то да сондай. То махражда жуан, бірақ астындағы кәсіра тәнвин жіңішке. Тойым. Енді мына же тәнвиннен кейін мим келсе тәжвидте идам мағал ғунна болады, иә? Идам мағал ғуннаны біз ғунна етіп ұстап оқимыз. Асықпай ұстайсыздар. Тойым, бұның үкімі уәжіп, міндетті түрде, иә? Және одан кейін бізде дамманы көріп тұрмыз. Дамманы көріп тұрмыз. Даммаға өтпей тұрып, бірінші ерніміз дамма мөлшерінде алдыға домаланып, алдымен ерніміз келіп алу керек. Одан кейін барып дамманы айтамыз. Қандай сонда? Сыйро, ро деген айтпақшы айтып кетейінші. Ро демейміз. Ро деп ерніміз домалақтан алдыға келмейді. Сыйро емес. Сыйро, жақташамыз. Жуан жақташамыз. Сыйро, тойым, бірінші деп ұстап тұрасыздар. Одан кейін ерніңіз алдыға келеді. Одан кейін барып му қайтасыздар. Сыйро, тойым, мус. Сен айтқан кезде ерін қайтада орнына келеді. Мус деп домалақ күйінде қалып қоймайды. Мус, бірақ ерінді орнына жай ғана келесіздер, иә? Кер тартпайсыздар. Мус деп тартпайсыздар. Жай ғана орнына келеді. Мус, тә. Енді осы тәні тағы да біздің шәкірттеріміздің жіберетін қателігі тәға басқа бір дыбыс қосады. Бір цға ұқсайтын дыбыс қосады. Тә, ти, цу деп, иә, бір ц дыбысын береді. Ол болмау керек. Тә махаражында тап-таза шығу керек. Тә. Иә, тіліміз үстіңгі тістің артына тию, үстіңгі тістің артқы етіне, қызыл етіне тию арқылы тә, ти, ту таза шығады. Тә, ти, ту. Енді қате шығару түрі тә, ти, ту. Міне осындай бір ц дыбысын беріп, ол ц дыбыс қайда шығып жатыр? Оны шәкірттердің өзі білмей қалады. Ол мына тілдің тістерге тиіп тұруы. Сіз тіліңізді тіске жолатпаңыз. Тіліңіз өз жайында тұрсын. Сонда таза шығады. Ти болады. Ти болмайды. Ти, тә, ти, ту. Мус. Енді мүс де болмайды. Түрк махаражында бұны мүс дәхим деп айтады. Жоқ, ерніміз домалақтанып, толыққанды алдыға жібереміз. Тәнвинді жаңағы идығамды айналдырғаннан кейін идығамды ұстап тұрып, одан кейін ернімізді дайындап аламыз, иә? Одан кейін мус, тә,
қиим. Түсінікті ғой, иә? Сонда қыздар, міне сот, не сот жуан әріп, то жуан әріп, қаф та жуан әріп. Жуан әріптердің үшеуінде де астында кәсіра бар. Кәсіра ол бәрібір жіңішке болады. Жуан әріпте кездессе де кәсіраның жіңішкелігін жоғалтпаймыз. Сой, той, қой демейміз, иә? Сый, и жіңішке. Той. Мынаны қиым. Соңғы 5-ші аят үйренеміз. Тағы да таза шығарамыз. Тән, енді ихфаға қараңыздар. Енді ихфамен кішкене жұмыс жасау керек болады. Ихфаның өзі 4 түрлі шығу жолы бар. Жуан ихфа, жіңішке ихфа, ашық ихфа, жабық ихфа деп, иә? Ол туралы рилсім бар, қарап көріңіздер. Ашық ихфа деген қалай, жабық ихфа деген қалай, жуаны жіңішкесі қалай екендігін мен арнайы көрсетіп қойғам. Соған өтіп бір қарап алсаңыздар болады. Мына жерде бізде ашық және жіңішке ихфа бар. Қарасаңыздар, сукунду нуннан кейін зә келіп тұр. Зә жіңішке әріп болғандықтан сукунду нунның ихфасын зә мақаражына жасырамыз. Яғни сіздің аузыңыздан шығып тұрған ихфа ауыздан да, мұрыннан да шығу керек. Толыққанды 100% таң болмайды. Ауыздан да шығу керек. Сіз мұрныңызды қысып қалған кезде ауыздан да дыбыстың бар екенін шығару керекпіз, иә? Мысалы, қарай, көрсетейін, иә? Тән, мен мұрнымды қыссам да дыбысым тоқтаған жоқ. Тән, егер 100% мұрынға кетсе, тән тоқтап қалады. Жоқ, ауыздан да шығарамыз. Тән, және зә мақаражына жасыру. Зә мақараж жасыру деген не деген сөз? Сіздің ихфаңыз зәні айтатын жерге жақын, соған бару керек. Басқа адам тыңдап отырған ұстаз сіздің ихфаңыздан кейінгі келетін әріптің қандай әріп екенін көрмей-ақ құлақпен естіп білу керек. Иә, зә мақараж қалай шығады? Зә екі тістің бір-біріне тию арқылы шығады. Тәнз. Тән, зә мақаражын жасырамыз. Тәнзи. Зи бізде мәт бар. Ләл қамария, сукунды орнынан қозғамаймыз. Көп қыздарымыздың жіберетін қателігі шәкірттеріміздің қалқалай етіп оқу. Зәл. Оны өзі байқамайды. Қанша дұрыстасаң да бәрібір соны шығарады. Ол үшін неге олай? Мысалы, зәл деген кезде тіліңіз сол ләмнің мақаражында тоқтап қалу керек, сол жерде тоқтап қалу керек. Қайтадан босатқан кезде ешқандай ешқандай дыбыс шықпау керек. Шәкірттеріміз оны зәл деп босқан кезде деп бір дыбысын босата салады да, сосын қалқаласақ естіліп қалады. Зәл емес, ләл болды, ешқандай дыбыс болмау керек. Ары қарай азиз, тағы да айттым, жақташамыз, езбейміз, деп езбейміз. Азизер. Енді мына жерге қайтатын болсақ, бұл жерде шәмсия бар, иә? Шәмсия бар, и кәсірамен раға өткіземіз. Енді раға мән береміз, қыздар. Ра тәкрир. Бұл жерде шәддаланған үшін 2 ақтал раны оқуымыз керек біз. 3, 4, 5 ра болмау керек. Азизир рахим деп қалың ра шықпайды. Екеу ғана. Біріншісі сукунды, екіншісі фәтхалы. Бірінші сукунға не дейміз? Екпін береміз. Біздің қазақ тілдегі буын сияқты екпін беріп, одан кейін фәтхаға өтеміз. Азизирро. Ро дегенде көрдіңіз ба, мен ро деп домалақтап тұрған жоқ. Ро. Жақты ашамыз. Ро. Міне қараңыздар. Ро емес, ро. Азизирро. Төртке мәті арит болады. Хим. Болды, қыздар, бүгінгі сабағымыз осы. Бір рет барлығымыз бірге оқиық. 5 аяттан иншаллах жаттаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин. Вал-Қур'анил-Хаким.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Менімен бірге қайталап жаттап алыңыздар. Тапсырма: сторисқа өзіңіз жатқа айтқаныңызды түсіріп, мені белгілеп кетсеңіздер, барлығын қарайтын боламын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллах сендеріңізді ашсын.